порталда бір жоба тұрады да, кейіннен оны бір келіп қудалай бастаса, біздің қолымызда басқа проекттер деп айта беретін болады ғой любой жерде. Әкім айтады, мынаны бүйтсек сөйтіп ауылға жазып жіберейік деген сияқты. Сондай бір хат болу керек та онда. Дұрыс па? Аналарға сала беріңдер деген сияқты. Ауызектерде айтып, әйтпесе бізде шартта былай, жобада былай, сосын келіп, мынауың дұрыс емес қой деп келген кезде бәрі тұрады да затаривать етіп, басқа проектін алып шығады, басқа бір техсоветті алып шығады. Сондай болып кетеді да любой нәрсенің бәрі. Қазір құрылыс компаниясы, технадзор, автонадзор компаниялары дер кезінде хабарлаған, бір-біріне хабарлаған, ауызекі сөзбен сөйлегені емес. Хабарлама сіздерге ұсыныс берді ма, мына жолды алып қалайық, жаңа жол ғой деген сияқты ше. Сөйдеген хабарламалар бар ма? Хабарлама болса, маған көшірмесін беріңіздер, сөйтіп біз осымен тамам болады. Жоқ, ол келісім алынған, сонда да зерттеу барысында тағы да дополнительно қосымша сондай жұмыстар шықты. Соған байланысты өзгерістер енгізілді. Мен енді соған дейін десек, солай дейін десек. Соған дейін өзгеріс енгізге дейінгі алғашқы несі бар ғой, жаңағы версиясы, проектінің. Сол жобаның өзінде уже жан-жағынан 50 сантиметрден фрезамен кесіп алу керек, жеу керек дегенше кешегі. Жеу керек, мынаяқтан жеу керек деген жазылған жобада. Ол дегенің сөз, мына жол қалады деген сөз. Мен дұрыс па? Мен дұрыс түсініп тұрмын ғой. Бірақ тек қана материал салған кезде, объем работа салған кезде, оны квадраттардың бәрін қосып жіберген. Сол ғой әңгіме. Значит, изначально жобада жол алыну керек деген болмаған жоспарда. Ондай жоқ қой. Мысалға, общий екі жағынан қосылып жасалып, кейбір жаңағы төмен түскен жерлерде. Тем более ол жолдың деген сапасы деген тамаша тұғын. Амы жоқ жол тұғын, ол. Ешкім оны алып тастаймыз деген оның басына кірмеу керек. Ол еш жерде өтпейді де ол экспертизадан. Ауыстыру керек, алып тастау керек деген ше. Сараптамадан именно әрқайсысына өзінің сала мамандары бар. Сол үшін біз мемлекеттен қаржы бөліп, ол кісілермен келісімшартқа отырып, мемлекеттік сараптама аламыз. Содан кейін барып жобаға қаржыландырылады. Звондап жатыр, көтермейсіз, сол үшін келіп отырмын мына жерге. Жобалау сметалық құжаттамаларға өзгеріс енгізіп жібердік дейді. Ол мен қателеспесем 24 жылдың желтоқсан айымен, желтоқсан айымен. Соны танысайыншы деп едім, жаңа кімге, автомобиль жолдар басқармасына звондап едім. Ол кісі сіздерге тапсырдық дейді бәрін. Сметаның именно жаңағы пункттар бар ғой, расхождение болып тұрған жер ше, біздің күмәнді тудырып тұрған жер. Сол жердің қазіргі жаңа өзгеріс енгізілген сметаны бар ғой, позициялары, соны көрсетіп жіберсеңіз, көшірмесін алайық. Тапсырыс берушіге біз қазір ұсынамыз құжаттарын қайта өздеріне актеп бізге өткізіп құжаттары. Сіздер қайтарайын деп жатсыз, көшіріс алып алдыңыздар. Жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілуде қазір. Жоспардан тыс тексеру барысында біз құжаттарын сұраттық. Ендігі қазір өзінің тапсырыс берушінен қай пунктін көргіңіз келіп тұр, өзіңіз енді өтінішпен платформасымен болмаса қолма-қол жазып көретіндіктерін сұратсаңыз болады. Біз тараптан енді біз бере алмаймыз. Біз құжат өзіміз тексеріп жатырмыз қазір. Тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біз жоба сметалық құжаттамасына сәйкес орындалғанын қарап жатырмыз қазір. Мен негізі осы тексеріске толығымен қатыссам деймін. Негізі антикордың сіздерге жолдаған хатында негізі арызданушы, арыз иесі қатыссын деген тексеріске. Жоқ, сізді біз кеше тексеру барысында шақырдық қой. Жоқ, сіздер тек қана пробалауға ғана шақырдыңыз. Жоқ, былайынша тексеру барысында сізді қостық қой. Сіз шақырдыңыз. Департамент қызметкерлері шақырды, сізді бірге қатыстыңыз. Енді қазір түсінік алу, түсінік жаңағыдай құжаттардың зерделеу деген сияқты сол бөліміне қатысқым келіп тұр да мен. Мысалға қазіргі мына өзгеріс енгізіліп кетті. Ол қашан енгізілді? Оған инициатор кім болды? Шартта көрсетіліп тұр. Хабарлама бір-біріне беретін болса, тек тапсырыспен берілген қазпошта арқылы, болмаса телефакс, факсимиле и портал арқылы беру керек. Соларды зерделегім келіп отыр. Өмеке, ассалаумалейкум. Мен арнайы бір ресми сұраныс жасап алайын ба, жаңа өзгеріс енгізілген сметаны? Әлде порталда тұр ма? Порталдан тарта аламыз ба? Кеше өзгеріс енгізілді дедіңіздер ғой сіздер. Соны қалай? Сіздерге
алыс беріс актісімен беріп тексеруші органдар. иә енді мен сіздерден қазір былайша таныса алмаймыз да, мен де тексеріске қатысуым керек қой негізінде, қатысуға құқығым бар ғой. Менің арқамда емес пе негізі тексеріс ашылып тұрған? Бізге сіздің жолдарыңыз департаментке келіп түседі. Департаменттен бізге келеді 181-5-ші бөлім. иә Ендігі сіз айтып тұрған қаражат басқасын біз кірмейміз. Біз құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасына қатысты тексереміз. Құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасын жолсметтік құжаттарға сәйкес істеген. Енді сіз айтасыз өзгеріс дейсіз. Өзгеріс 299-ші приказға сәйкес өзгеріс енгізеді. Жолсметтік құжаттамаға сәйкес. Оның өзінде де 299-да бекітілген жобада мысалы инженерный сеті мысалы белгіленген сеттемесі өзгеріс болса, сол кезде келісіммен реттелмейтін болса, автормен тапсырыс берушінің арасында реттеуші керек. иә Дұрыс айтқаным. мен уәжімде көрсетіп жатқаным, бұл ақшаны жеп қойды деп жатқан жоқпыз. Менің уәжімде бұл мына арызда, именно мына соңғы арызымда көрсетіп жатқаным мен мына құрылыс компаниясы, Технадзор, Автонадзор компаниялары дер кезінде хабарлаған, бір-біріне хабарлаған, ауыз екі сөзбен сөйлегені емес. Хабарлама сіздерге ұсыныс берді ма, мына жолды алып қалайық, жаңа жол ғой деген сияқты. Сөйтген хабарламалар бар ма? Хабарлама болса маған көшірмесін беріңіздер, сөйтіп біз осымен тамам болады. Міне мына Қазпошта арқылы берді, немесе портал арқылы жазған, жолды түртпейміз, жол дұрыс деген сияқты сондай болды ма хабарлама? Болмаса ол мына құрылыс компаниясынан да, мына екі компаниядан да қате кетті, уже шартты несін бұзып тұр, өзіне алған міндеттемелерді бұзып тұр деген сөз. Менің әңгімем сол қазір. Ақшаны жеп қойды деген турасында жоқ, өйткені мен арыз жазғаннан кейін оның бәрі басылды ғой, басқа көше салдық деп жатыр, басқа бір ауылға. Ол емес әңгіме қазір. Маған әңгіме қазір мына кісілер, мына компаниялар өзінің шарты бойынша міндеттемесін толық орындалғанын қадағалау керек. Толық орындалмайтын болса, онда басқа өзгеріс енгізетін болса, олар өзінің инициатива ұсыныс хатын ба, я болмаса мына жерде қате кетіп жатыр, мына компания дұрыс істемей жатыр деп, екеуі міндеттемесін орындау керек қой. Ол мекемелерді қандай құзыретті орган қадағалайды әйтпесе. Мысалға Технадзор мен Автонадзордың үстінен қадағалайтын мемлекеттік орган қандай орган? Сіздің органнан басқа қандай орган бар? Мен сізге соны айтып тұрмын ғой, сіз келіп тек қана сапасын деп қадағалай бересіз. Жоқ, бұл жердегі сіз арызыңыз бойынша біз жоспарлы тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. иә Ендігі мәселе айтып тұрған құжаттардың алыс берісі сіз мен құзыретімнен тыс сұрақ қойып жатсыз. Мысалы хабарламаларды электронды вариантпен беру керек, келісімшарттарында нәрсе көрсетілген деп жатсыз. Ол бойынша біз білмейміз. Сіз бірақ техникалық қадағалаушы мен авторлық қадағалаушы тиісті түрде қадағаламаған жағдайда ол бойынша өзінің әкімшілік саралған. Жоқ, енді оны кім зерттейді, кім қадағалайды? Қазіргі таңда біз жоспарлы тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмық деп сізге айтып отырмын. Сол бойынша тексеру жұмыстарын жүргізіп жатырмық. Нақты шешімі шығады. Кішкене шегелегім келіп жатыр, Мұхаммед. Шегелегім келіп жатыр. Сіздер тек қана жолдың сапасыменен шектеліп қалмаңыздар деп жатырмын. Арызында көрсетілгендей толығымен жаңа компаниялардың өз сол 20-шы, менде заттай дәлелдеме ретінде 20-шы қыркүйекте жарияланған, YouTube каналда жарияланған жолды жаңа ескі жол қалып, үстінен финишный асфальт салып жіберген, сол видеода тұр, 20-сы күнмен дәлелденіп тұр. 20-сына дейін хабарлама болса егерде, онда ол кісілердің мойнынан жаңа міндеті түседі, парызы. Ал егерде оған дейін берілмеген болса, бұл компаниялардың несі өзінің міндеттемесін орындаған жоқ. Қазіргі уақытта менің сұрап тұрған, олар коррупцияға қатысы бар деп тұрған жоқ. Олар өзінің міндеттемесін орындау керек. Дұрыс па? Біз коррупциямен ешкімді айыптай алмаймыз. Бірақ біз нақты қазір шарт бойынша осы міндеттемені орындады ма жоқ па деген менде сізге қойылып тұр ғой. 4 субъекті, дұрыс па? Тапсырыс беруші бар, автомобиль жолдар басқармасы, сосын жаңа құрылысшы бар, Технадзор, Автонадзор. 4-еуінің қайсысы бір-біріне хабарлама жіберді осы жерде? Жолды салмайық, мынаны алмайық деген хабарлама болу керек қой, инициатива болу керек. 20-сынан кейін болса, онда ол заң бұзушылық уже. Шартта өткені хабарлама болу керек, заңды болу керек, инициатива болу керек. Мынаны сала беріңдер. Біз міне қатты жолдаймыз сендерге. Ертең әкіммен кездесеміз, сөйтеміз. Сосын бұны келсеміз, шешеміз деп мына кісі өмеке. Сіз айтсаңыз егерде мына Қыран компаниясына хат жолдасаңыз факспен, Қазпоштамен или портал арқылы жіберсеңіз, онда сіздерден де міндеттеме түседі. Ал егерде жібермесеңіздер, ауыз екі тілде айтқан болсаңыздар, ол
мына шарт бойынша немес заңсыз болады. Және бұл уже ары қарай сыбайлас жемқорлыққа неге артқа несі тартылып кетеді. Сол мен айтайын дегенім. Сол үш мекеменің, ең кем деген үш мекеменің шарт бойынша өзінің міндеттемесі орындамағаны туралы зерделеп, соған құқықтық баға беруіңіз керек сіздің. Мен сұрап тұрғаным сізден сол. Егер де сіз айтсаңыз, ондай біздің құзыретімізге жетпейді десеңіз, онда айтыңыз маған. Басқа орган қарайды ондай жағын десеңіз айтыңыз. Айттым сізге, біз қазір жоспарланған тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Авторлық техникалық қадағалаушылық қатысты тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нақты шешімі шығады, зерделеу жұмыстары толық аяқталады. Сол кезде қосымша жауап беріледі сізге. Сол кезде сіз танысасыз. Қарсылық пікіріңіз болса, сіз айтасыз. Мына жерден қарсымын. Мына жерден қосыламын. Өмеке, техсоветтің хаттамасы және өзгеріс енгізілген смета бар ғой, именно менің қадалып жүрген сметам ше. Соны көшірмесін бере аласыздар ма? Ресми сұраныссыз. Негізі общий бір дана қалады ғой бізде. Қалған технадзорға, авторға, мердігер мекемеге. Енді біздегі данасын біз алыс-беріс әдісімен тексеруші органдарға беріп қойдық. Жақсы, сіздер порталға оны салдыңыздар ма, өзгеріс енгізілген жобаны? Жоқ, юрист айналысады. Негізі салыну керек қой, былай тәртіп бойынша. Өйткені ол егер де салыну тәртібі болмайтын болса, Мұхаммед, онда порталда бір жоба тұрады да, кейіннен оны бір келіп қудалай бастаса, біздің қолымызда басқа проекттер деп айта беретін болады любой жерде. Дұрыс па? Логика бойынша. Бұл порталда тұрған дұрыс емес пе? Шартта сол жердегісі заңды болу керек, жобада сол жерде болу керек. Яғни сіздер порталға салуларыңыз керек қой. Мен порталдан алайын. Соны сіз қазір соны қамтамасыз етсеңіз, мен бүгін или ертең ба соның несін сметасын алып менде танысайын. Өзгеріс енгізілген неменен жаңағы сметаменен, сосын техсоветтің жаңағы хаттамасымен міндетті түрде. Кімнен инициатива шықса соны көрейін. Болады, ұсыныс хат болады. Бір бұйрық ретіндегі бір бұйрықтарыңыз болуы мүмкін. Жаңағы мына өзгеріс туралы сіздердің уже бір жаңағыдай бір соглашениелеріңіз болса ше, әкім айтып еді деп задневщину бір заттарды алып шығады ше. Любой жерде под капот сетсек сөйтіп сондай болып кетеді ғой онда. Егер де бұндай мынаның бәрі официально ашық түрде жаңағыдай өзгеріс енгізіліп жатыр ма, бәрі жазылу керек та. Сол кезде сіздерден міндеттеме түседі. Ешқандай күмән тумайды сол кезде. Біз ашып не қылып едік. Сіздердің мекемеге сол сентябрьдің кезінде антикордан хат келді негізі. Сол кезде былай болды әңгіме ол кезде. Жоқ, біз оны не қылмаймыз, түртпейміз. Фактически орындалғанына ғана төлейміз деп айтты Мұхаммед. Сондай әңгіме айтты. Аудит департаментінің ана несі бар, маманы, сол кісі айтты, менде видеосы бар. Сол кісі айтты. Сіздер, Өмеке, сіздің басқарма айтыпты оған. Видеода айтып тұр ол кісі ше. Мына жағына ғана төлейміз, мына жолды төлемейміз, фактически орындалған жоқ деп айтыпты ше. Енді неге сіздер өйдеп айттыңыздар, егер де сіздер жолды ауыстырып жатсаңыз, құжаттама өзгертіп жатсаңыз, айтты өзгергені ғой. Бізде ол өзгеріс енгізіліп жатыр. Ондай болса оны просто корректив енгізіліп жатыр деп неге айтпайсыздар? Фактически мынаған сөйлейміз деген сияқты. Бұл жерде несі көпке келіп жатыр да? Алдында айттыңыздар, құрылыс біткен жоқ, сол себепті аша алмаймыз дедіңіздер, Жоқ, тәуекелдердің болмауы деп тұр ғой, мына жерде қарасаңызшы. Енді риски жоқ дегеніңіз ғой. Риски жоқ деп тұр ғой, риски жоқ па деп тұр. Оны қалай түсіндіруге болады мысалға? Тәуекелдер. Біз зерделеу жұмыстарын жүргіземіз ғой. Зерделеу барысында бұзушылықтар анықталған жағдайда, сол кезде аудиторлық не қылады, ашылады. Ал бұл жағдайда көрдіңіз ба? Жаңа қағиданың, жаңа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы қағидасының 25 тармағына сәйкес бюджет жаңағы не айқындалмауына байланысты тәуекелдердің соған байланысты негіз аудиттік іс-шара ашуға оны қалай түсінуге болады? Мен мысалға мен түсіне алмай тұрмын жаңағы өзім. Мына адамдардың өзі де түсінбейтін шығар. Тәуекелдердің жоқтығы деген қалай сонда? Мен мына жерде нақтылап көрсетіп тұрмын жаңағы сметада нелер сәйкес келмей тұр. Мынау. Бұл жерде олар төлеп тұрғаны түсіндіңіз ба? Мынаған төлеп тұрған жоқ қой. Мынау жақыннан ғой. Сметада қосып қойған ғой, суммада тұр ғой, договордың суммасында. Жоқ, қосыла береді ғой. Енді сіз ол үшін жаңа жобалау сметалық құжаттама, жаңа проектировщик. Соның дұрыс еместігін, некорректный екендігін не қылу керек, Сіз оны құрылыс жаңағы жоқ, қазір енді департаментіне бересіз. Сізде жұмыс ең соңына келген кезде біз келіп кіммен тексеріс ашып келген кезде
сен қаяқтағы сметамен сөйлеп жатсың деп кешегі ана автонадзордың несі сөйлей бастады ше.